Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен әртүрлі жемістерден өте дәмді қыстың күні рахаттанып тұрып ішетін компот дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жуып тазаланған жемістер қажет болады және жүзімді осылай сабағынан тазалап жуып дайындап алатын боламыз. Және жуып тазаланған банкілерімізді үстінен сақырлап тұрған ыстық суымызды құйып 5-10 минут көлемінде осылай қақпағын жауып қалдыратын боламыз. Банкілерді осылай булап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, банкілеріңіз ешқандай да атылмайтын болады. 5-10 минут өткен соң осылай суын төгіп тастаймыз және жемістерді рет-ретімен осылай орналастырып шығатын боламыз. Ең алдымен нектаринді, одан соң үстінен бір тілім апельсин, бір тілім лимонды салатын боламыз. Және үстінен сабағы тазаланған жүзімдерімізді рет-ретімен салып шығамыз. Мінекей осылай жемістерімізді рет-ретімен салып шығамыз. Барлығынан молырақ салып жасадым. Сіздерде өз қалауларыңызша салып жасай берсеңіздер болады. Әртүрлі жемістерден жасалған компот өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көптеген пайдалы рецепттер салатын боламын. Мінекей осылай жемістеріміздің барлығын салып шықтық. Енді үстінен қайнап сақырлап тұрған ыстық суымызды құйып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Мінекей біздің суымыз сақырлап қайнап тұр және осылай бірінші құйып шыққан суымызды төгіп тастайтын боламыз. Қайтадан банкілерімізге құймаймыз, барлығын төгіп тастаймыз және үстінен 2 литрлік банкіге 200 грамм, 3 литрлік банкіге 300 грамм қант салып шығатын боламыз. Менде барлығы бұл жерде 2 литрлік банкі, сондықтан 200 грамм қанттан барлығына салып шығатын боламын. Қанттың мөлшері көп болып кетсе ештеңе қылмайды, қыста үстінен су құйып іше беретін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай барлығын салып шығамыз және жаңадан қайнатып алған суымызды үстінен құйып шығып, банкілерімізді осылай шет-шетінен ретімен жауа беретін боламыз. Мінекей банкілерімізді осылай жауып алдық. Енді қанты еру үшін осылай жатқызып, жақсылап қозғап алатын боламыз. Үстінен барлық банкімізді төңкеріп, үстінен қалың шуба немесе одеялмен немесе көрпемен 2 күн көлемде қалдырып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің компоттарымыз осылай шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған талшын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.